Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен әдеттегідей Бека қызы. Достар, мен бүгін әдеттегідей Black Rush сіздерге айтқандай ойын түсірейін деп жатырмын. Мінекей мен Black Rush'да Black деген серверде ойнаймын. Егер менімен бірге ойнағыларыңыз келсе, Black деген серверге өтіп, менің нигімді Бека Марго деген нигімді тіркеп, 5-ші күнге жеткенде 50.000-ға дейін бонус алуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Қазір мен үй жақтамын. Мінекей достар, сіздер видео бастамастан тұрып анама тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар, және де мені қолдап жатқан адамдарға мың алғыс. Келесі видеолар бұдан да керемет болады деп айтамын сіздерге. Мені қолдап достарыңызға таратып, мен видеомды рекке шығарып, мен дамытып жіберсеңіздер, және де мен видеоларым рекке шықса, мен жақсы көретін подписчиктеріме арада сыйлықтар, стримдар ойнататын боламын. Қазір мен үй жақтам, үйден шығам. Мінекей, бұл менің бір таныс баланың семьясындамын, сол баланың семьясында жүрмін. Бұл видеом не видео болады десеңіздер, өзім жайлы, және де бұл видеоларда өзім жайлы таныстырып өтетін боламын. Және де мен ойында не жұмыс жасаймын. Мінекей, менің уровенім 6, мінекей Бека Марго. Әзірге водитель автобуста тұр. Бірақ автомеханикта болып көрдім, курьерда болып көрдім. Автомеханикта көп табасын деп айтамайым, өзіме ұнаған жоқ. Курьерде де біреу мотоцикліңді алып кетеді, дым айдай алмайсың, одан да. Сол үшін автомеханикта тұр. Ауыстырам десем, ауыстыра берем. Қазір мен достар, мен тіркеліп лайк басып отырыңыздар, видеода жайлы айта тұрсам. Қазір не машиналар болса екен, соны көріп жүрейін автопаркта. Бәрі алыста тұр. Короче, машина жоқ. Машиналар бос емес екен. Барлығы да адамдар алып кеткен. Қазір бір машина тауып алу керек. Менің өзімнің негізі машинам бар. Ол бірақ Низкий автосалон жақта жатыр. Машина алғам. Міне мотоцикл көрейік. Достар, арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Қолдап жіберсеңіздер. Осы жаз біткенге дейін 400 подписчикке жете аламыз ба? Сіздерден үміттенемін, жете аламыз деген ойдамын. Бұл жерде сосын мен тағы таксида болып көргем. Таксида айдағам. Әзірге дәл қазір сіздердің көз алдарыңызда. Келесі видеоларымда такси айдармын. Бұл жолы автобус арендовать етем. Достар, сіздер қай серверде ойнайсыздар? Black серверде ойнайтын болсаңыздар, комментария жаза кетіңіздер. Бірге ойнаймыз, семьяға қосам дегендей. Семьяға қосам, бірге ойнаймыз, барлығымыз. Кірулеріңізге болады. Южный. Семьяда тек қана қазақтар, олай орыс, анау-мынау басқа нелер жоқ. Қазақтар ғана сөйлейді. Қазақша айтады бәрі. Қазақша білет түсінетіндер барлығы. Сол үшін кірулеріңізге болады. Достар, мен арнама тіркеліп қойсаңыздар, келесі видео не жайлы түсірсем болады? Өзім жайлы ма? Өзім жайлы ғой. Қандай жұмыс жасасам болады дейді. Не түсінбей жатсыздар, соны айтсаңыздар, мен барлығына жауап тауып, ізденіп сіздерге көрсететін боламын. Әзірге дәл осы айдап жүрмін. 100 рубль деп жазып қойыппын ғой. Байқамаппын да. Осы бір жер жаман, 300 рубльіңді соққан сайын ала береді. Мінекей достар, мен бомж деп ойламаңыздар, 6000 рубльім барына мен
машина алған болатынмын, сол үшін ақшам түсіп кеткен. Және де мен телефонымды сұрап жатқандарға менің телефоным A10. A10. Сол үшін телефоным қатады, ойыннан шығарып жібереді, қатып жатса. Сол үшін A10 барлар лайк басып кетсін, достарына таратсын, A10 бар телефондарға. Неке, сол үшін A10 телефон қатып жатса, ренжіп, яғмай-ақ қойыңыздар. Енді не деймін? Free Fire ойнайтындар бар ма? Келесі видеом Free Fire жайлы болсын ба? Или осы Black Russian до конца апарайын ба? Барлығы мені Black Russian'да подписчиктеріма менде. Келесі видеом қандай видео болсын? Қандай үргенге сай ойындарды түсіретін боламын келесі ойында. Келесі видеомда сол үшін маған тіркеліп қоңырау шағын басып қойыңыздар. Мен видео салсам, менің видеомды алғашқы болып көруге мүмкіндіктеріңіз болады. О адам менен келеді, сіздер көрулеріңізде болады менің видеом шыққан сайын. Келесі видеом үргенге сай ойындар таңдау, жұмыс таңдау және де қалай тез ақша көтеруге болады. Соның бәрін көрсете кетемін. Мен бұл ойынды бастағаныма енді бір аптадай болды десем болады. Уже нормально скин, короче, нормально болып жатырмын десем болды. Енді түсініп жатырмын бұл ойынды. Егер сен новичок болсаңыз, жаза кетіңіз комментарияға. Егер менімен бірге дәл осы ойынды скачат етіп ойнағыңыз келсе, астында тұрған ссылка жайлы өтіп кетсеңіздер болады. Ссылкаға өтіп, осы ойынды скачат етіп 2 гигабайттық загрузкасын загрузить алыңыздар. Біріншісі 800 ба, сонда 2 гигабайтқа жетпейді, 1,5. 800 ба, 900 болады бірінші загрузкасы. Сосын келесісі де 800-ге жақын болады. Сол почти 2 гигабайт деп айта береміз. Сіздерді қалай айтады, онысын білмеймін. Менің өзіме осылай жақсы. Мен қазір өзіме осылай жақсы да, былай алыс жолдан жүрейін, былай өзіме автобус болған емеспін. Ақша жағы да жақсы болып өзіме солай тиімді. Басқа ойындар жайлы да аралдағы уақытта түсіретін боламын. Сіздер маған поддержка, қолдау көрсетіп жүрсеңіздер, мен келесі видеоларымды мотивациямен түсіретін боламын уже сіздердің арқаларыңызда. Маған келіп жатыр, көп рахмет. Мен қолдап жатқандарға да алғысымды білдіремін. Алғысым шексіз сіздерге. Бас иемін сіздердің алдарыңызда. Әрине, сіздер қолдамасаңыздар, мен қолдайды. Қазақты қазақ қолдасын дейді. Мен үстіп қазақ, өзбек, орыс, татар, олай ұлтқа бөлінбеймін, руға бөлінбеймін, дінге бөлінбеймін. Бәріміз бір ананың баласымыз, барлығымыз қазақтың баласымыз дейді. Бұл жерде бір жер жаман, өйстіп светофорға қарап тұрасың. Светофорға қарамасаң, уже штраф жазады, правыңды алып қояды. Сосын келесі видеоларда мен права алудың жолдары және де оның жауаптарын көрсететін боламын. Менде мотоциклге де, машинаға да права бар, алған. Жауаптарын келесі видеода немесе одан келесі кейінгі видеода көрсете кетемін. Әзірге достар, сау болыңыздар. Мен кәдімгі 100-ға жетіп алайын, сосын қанша теңге таптым осы жерге келем дегенге дейін соның отчеттарын шығаратын боламын. Мына жерде өте салмасам, светофорға қарап тұруға жаланжы жоқ, просто. Мен машинада айдей алмаймын, онша опыт жоқ әлі. Бар жоғы енді 6-шы уровеньге жеткем. 6-шы уровеньдем әзірге. Мен келдім. Достар, кешірім сұрайым. Түстіміне 100-ге келдім. Достар, кіріңіздер Black серверіне, менімен бірге ойнаңыздар. Қызық болады, бәрі тамаша болады. Сіздерге уәде берем. Нем тұрмашты пробка болып отыр бәрі. Бұл
бұл жерге келгенге дейін мен 3000 рубль таптым. 3228 рубль. Нормально, өзімен жаман емес. Бұдан да жақсы жұмыстар болса маған комментария жазып кетіңіздер, мен сол жұмыстарды жасайтын боламын. Келесі кездескенше барынша поддержка күтемін достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.